Достар, бүгін қандай тақырып? Жалпы негізі сұрақ-жауап форматында өтеді. Бүгінгі біздің қателеспесем 4-ші психологпен кешкі шай шығарылымы. Барлықтарыңыз қош келіпсіздер. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Дайын болса болды, кеттік. Шай тәтті болсын. Рахмет, сіздерге де шай тәтті болсын. Шайларыңызды алып, тыңдап отырыңыздар. Енді басталды, сәл кешірек бастадық. Мен жалпы бүгін сіздермен ата-аналар туралы сөйлескім келеді. Қандай ата-аналар? Токсичный ата-аналар туралы сөйлескім келеді. Ата-аналардың балалардың өміріне кедергі келтіруі, ата-аналардың балдардың өміріне қатты араласуы, ата-аналардың балдардан былай айтқан кезде көп нәрсе күтуі, одан кейін әртүрлі оларға жүк болуы сияқты тақырыптарды сөйлескім келеді. Бұл тақырып жайдан жай шыққан жоқ. Өйткені соңғы кездері жекеге жазған адамдар көп болды, хабарласқан адамдар көп болды, және осы тақырыпқа байланысты бір түсіндіріп кетсеңіз, айтып кетсеңіз деп сұраныс көп болып жатыр. Соған байланысты айтқым келеді. Жалпы біздің әрине қоғамымызда ата-ананың орны ерекше. Біз ата-ананы сыйлаймыз, құрметтейміз, жақсы көреміз. Ата-анаға байланысты көптеген нақыл сөздер бар, мақал мәтелдер бар. Абьюзер әке мен ана, бірақ ата-ананың барлығы бірдей емес. Ата-аналардың барлығы керемет, мықты, күшті кісілер емес. Мысалға, мынандай кісілер бар. Мен алдын бір жұмыс істеген тәжірибемде постоянно балдарынан ақша сұрайтын ата-аналар. Ақша сұрайды, жүк болады, әр нәрсені талап етеді, сен маған қарсың, сен маған міндеттісің дейді. Одан кейін сәл бір нәрсе болған кезде психоэмоционально балдарын манипулировать ететін, шантажировать ететін ата-аналар болады. Бір жағынан біз солардың ата-аналарының көңілін табуға тырысамыз, бірақ екінші жағынан біріншіден өзіміз, екіншіден өзіміздің бала-шағамыз, семьямыз осыдан өте үлкен зиян көреді, осыдан өте қатты қиналады. Әсіресе ерлі-зайыптар, жас отбасылардың өмірінде бұл өте қатты кері әсерін тигізеді. Бұндай жағдайларда не істеу керек? Ата-ананың сыйлау, құрметтеумен өзіміздің личный пространствомызды қалай қорғаймыз, қалай сақтаймыз? Ата-ананың әр айтқан істеу керек па? Қай жерлерде және қалай ата-анаға жоқ дей алу, стоп дей алу, болмайды дей алу, өзіміздің ұстанымымызды жеткізе алу, түсіндіре алу туралы бүгін соны айтқым келіп жатыр. Өйткені көп жағдайда біз сол границаларды, сол шекараны дұрыс белгілемегендіктен ата-анамен жиі конфликтке түсеміз. Абьюзер әкеден анамды, мысалы, как раз тақырыпқа байланысты комментарий келіп отыр. Абьюзер әкеден анамды айырып алып кеткім келеді, анам қарсы емес, әкемді де тастап кеткім келмейді. Как быть? Қартайған сайын күшейе түседі манипуляциялар. Вот сол манипуляцияны ажырата алуымыз керек. Өйткені манипуляцияны ажырата алмасақ, олардың әр айтқанын қабылдап істей беретін болсақ, онда біріншіден өзіміз зиян көреміз, екіншіден өзіміздің семьямыз сол қарым-қатынастан зиян көретін болады. Сол үшін не істеу керек? Осыған байланысты сұрақтарыңыз бар болса, комментарийлеріңіз бар болса, басыңыздан өткен оқиғалар бар болса, комментарийге жазып отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар, айтып отырыңыздар. Мына жерде төменде сұрақ белгісі бар, карточкалар бар. Сол карточкаларға да сұрақтарыңызды, ойларыңызды, пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Мен алдымыздағы 1 сағат уақыт ішінде бәрін оқуға, бөлісуге, жауап беруге тырысатын боламын. Негізгі тақырып бүгін сол туралы сізбен сөйлескім келеді. Енді ата-ананың сізбен манипуляция жасамай жатқанын білу өте оңай негізі. Айтып жатқан нәрселер сізге зиян келтіріп жатыр ма, жоқ па? Егер айтып жатқан нәрселер сізге зиян келтіріп жатса, онда бұл тікелей манипуляция. Ешбір ата-ана баласына жамандық тілемейді, ешбір ата-ана баласының бақытсыз болуының, көңілсіз болуын қаламайды.
бірақ егер сіздің ата-анаңыз айтқан сөздерімен, қойған талаптарымен, сұрап жатқан нәрселерімен сіздің көңіл күйіңізді құртатын болса, сізді бақытсыз қылатын болса, сізді ренжітіп жатса, соған қарамай әлі айтқаннан қайтпай жатса, значит бұл ата-ана тарапынан тікелей манипуляция деп біліңіздер. Біз ата-аналар осындай манипуляцияны кейбіреулер біліп тұрып істейді, кейбіреулер білмей тұрып істейді. Бұны айту керек, яғни ата-ана бәрі бірдей емес, кейбіреулер біліп тұрып істейді, кейбіреулер білмей манипуляция жасап жатады. Сондықтан біз оларға, білмейтін ата-аналарға дұрыс сөздермен жеткізуіміз керек. Мам, сіздің айтып жатқаныңыз дұрыс емес. Пап, сіздің айтқаныңызбен келіспеймін. Мам, осы жерде тоқтаңыз. Пап, осы жерде артық кеттіңіз деп оларға өзіміздің ұстанымымызды, ойымызды дұрыс жеткізуіміз керек. Кейбір кісілер бар, ата-ананы көңілін қалдырмау үшін, ренжітпеу үшін әр айтқанын істеуге тырысады. Және өздері белгілі уақыттан кейін қиналады, психологиялық тұрғыдан қиналады, агрессивный бола бастайды, ашушаң бола бастайды. Және ондай ата-ананың көңілінен ешқашан шығамайсыз. Бұлар эгоцентрист ата-аналар, нарцисст ата-аналар, эгоист ата-аналар. Яғни әр жағдайда тек қана өзінің жақсылығын ойлайды, өзінің пайдасын ғана ойлайды, баланың болашағын, баланың семьясын, баланың қажеттілігін ойламайды. Мысалға, өткенде бір семьямен жұмыс істеп жатырмыз. Тапқан табыстары 100 000 теңге, 200 000 теңге, бірақ ата-ана ай сайын маған 50 000 теңге беріп тұрасың дейді мысалы. Бұл семья басқа қалада тұрып жатыр, зорға күн көріп жатыр, екеуі азынан кешке жұмыс істеп жатыр, арендный квартирада тұрып жатыр, бала-шағаның садигі бар, оқуы бар, тамағы бар, соның бәрін қамтамасыз етіп жатыр. Бірақ ата-ана ешқандай түсіністік көрсетпей, ешқандай түсіністік танытпай, жоқ, табасын, аласын, бересін деп жатыр. Осындай кезде отбасы не істеу керек? Или ұрлық жасау керек, или коррупция жасау керек, или алып шығу керек ақшаны, сөйтіп ата-ананың көңілін табу үшін. Шеттен тыс әрекеттерге осындай шеттен тыс талаптар орындалады. Сіз ата-анаңыздың алдында мүмкіндігіңіз барынша жауаптысыз. Мүмкіндігіңіз жоқ жерде сіз ата-ананың алдында жауапты емессіз. Одан кейін сұраймыз мысалға, ата-анаңыздың жағдайы соншақты қиын ба, сіздің сол 50 теңгеңізге мұқтаж ба десем, жоқ, негізі әке-шешем екеуі де пенсия алады, кішігірім бір магазинчиктері бар, жұмыс істейді, өз жеке үйінде тұрады, яғни аренда төлеп жатқан жоқ, бірақ соның өзінде балдарынан ақша сұрайды. Ақша сорады деген айтқан дұрыс болса, ешқандай көңіліне қаламайды. Вот сен жұмыс істеп жатсың, сыртта жүрсің, бізге бағуға мәжбүрсің, бізге бағуға міндеттісің. Одан кейін түрлі аят, хадиспен еще манипулировать етеді. Жәннат аналардың аяқ астында, Құранда айтылған жоқ па, ата-анаға даже оф деуге болмайды, ата-анаң жынды болса да байлап бақ деген, сен қандай адамсың деген сияқты кәдімгідей бұл адамның енді әсіресе бала ретінде, қызы ретінде намысқа тиетін сөздер айтады. Және үстіп өзінің баланың өмірін құртады. Бұл жерде ата-ананың құқығын бере алмай қалам, қарай алмай қалам, қарсы шықсам, ұятқа қалам, жұрт не дейді, туысқандар не айтады деп, ондай комплекстерге кірудің керегі жоқ. Әрдайым шындықты ұстану керек, әрдайым ақиқатты ұстану керек. Және бұл ата-анаға, мам, пап, менің қолымнан келетінді айлық сізге 1000 теңге жіберу. 1000 теңге жібере аламын, одан артық жібере алмаймын. Және бұл жерде олардың сұрап жатқан нәрсесі қажеттілік па, каприз ба, соны ажырата алу керек. Сіз мияқта бір жағынан продуктіге ақша жеткізе алмайсыз, аренда төлей алмайсыз, басқа жағынан ата-анамыз сізге ай сайын 50 000 теңге жібер, біз тойға барамыз, қонақ қыдырамыз, әрі-бері жүреміз дегенде, бұл неразумный нәрселер, бұлар ақылға сиымсыз нәрселер. Мен аренда төлемей жатқан кезде сіздің той пұлыңызға қыдырып жүруіңізге ақша бере алмаймын. Және ата-ана бұны түсіну керек. Бастапқыда қарсы шығу мүмкін, ренжу мүмкін, ол бітті, там давлением көтерілді, жүрегім ауырып жатыр, больницаға түстім, қырылдым, өлдім, қалдым, біттім деп айтуы мүмкін. Бірақ бұлардың барлығы манипуляция. Манипулятордан құтылудың жолы манипуляцияға берілмеу. Сіз манипуляцияға берілген сайын манипулятор сізді қолдана береді.
Манипуляцияға берілді қойған кезде, менің мына манипуляцияларым істемейді екен, әсер етпейді екен, мен баламмен шынайы болуым керек, дұрыс болуым керек, ашық болуым керек деп, одан кейін ғана ата-ана, яғни атам деген үлкен кісілер сіздерді қабылдай бастайды, тыңдай бастайды. Сол үшін олардың әсерінде болмаңыз, олардың әсерінен шығыңыз және оларға өз ұстанымыңызды дұрыс айтыңыз. Бұл жерде екі түрлі проблема көріп тұрмын мен. Біреулер ата-анасын сыйлау, құрметтеуден, сыпайылықтан, из вежливости деп айтады, сыпайылықтан ата-аналарға ештеңе айта алмайды. Екіншілері, наоборот, ата-анаға өз ұстанымды, пікірімді айтамын деп, қарсы шығып, ұрсып, балағаттап, айқайлап, ренжітіп, бәрін қиратып шығады. Бұл екеуі екі крайность. Яғни психологияда есіңізде болсын, мен мұны жиі айтам, всегда крайностьтар қауіпті. Слишком пассивность қауіпті, слишком активность қауіпті. Психологияда тұрақтылық өте маңызды, және орта жол, орта бір норма, соны ұстану өте маңызды мысалға. Поэтому екі шетке шығып кетпей, нақты ата-анаңызға сыпайы түрде жоқ деуге болады. Күліп тұрып, мам түсінем, енді Құда қаласа, алла жазса, табысымыз артса, сізді шетелге де жібереміз, санаторийге де жібереміз, ақша да береміз, тойды қыдырасыз, бірақ қазір емес. Бірақ қазір қолымнан келмейді, бірақ қазір жағдайым жоқ. Сіз обязательно ата-анаға қарсы шыққан кезде, жоқ деген кезде, оларды ренжітуге мәжбүр емессіз. Сіз тек қана өзіңіздің ұстанымыңызды, позицияңызды және приоритеттерді дұрыс қоюды үйрету керек. Одан кейін жасы үлкен ата-аналарда, қарт кісілерде обратный эффект бар екенін ұмытпаңыз. Мысалға, адам баласы дүниеге келген кезде балалықтан не істейді? Бала болады, жасөспірім болады, ересек болады, қарт болады, қария болады, шал кемпір болады, төменге қарай кете береді. То есть қайтадан балалыққа келеді. Сондықтан үлкен кісілердің талаптары, сөздері кейбір кезде кәдімгідей бір балалық, инфантилизм деп айтады оны жалпы психологияда, кәдімгідей балалық болып тұрады. Мысалға, бала ештеңені түсінбей, ойламай, уайымдамай, барып папасынан, мамасынан ойыншық сұрайды, кәмпит сұрайды, тәтті сұрайды, жылайды, әперіш дейді ғой. Үлкен кісілерде қартайған кезде дәл сондай кішкентай бала сияқты болады. Вроде үлкен кісі, өмір көрген, тәжірибесі бар, қарт адамдар, енді оларды сыйлау керек, айтқан істеу керек деп кейбір кезде оларға сенгің келеді психологиялық тұрғыдан. Бірақ мына моментті ұмытпаңыз, что қарт кісілерде психикасы, психологиясы бала сияқты болады. Және бұлар ненің дұрыс, ненің бұрыс түсінбейді, приоритеттерді кейбір кезде дұрыс қоя алмайды. Сондықтан керек емес жерде сізден қолыңыздан келмейтін нәрселерді талап ете бастайды. Бұлар токсичный ата-аналар, яғни бір жағынан адамның қан ішетін, өмірін уландыратын ата-аналар. Бұндай шындықты қабылдау өте қиын. Мен түсінемін, мысалы клиенттермен жұмыс істеген кезде көбісі осы шындықты, осы ақиқатты, осы фактіні қабылдағысы келмейді. Жоқ, менің ата-анам ондай емес, қалай бұл ата-ана ғой деп мысалға мені өсірді, бақты, мәпеледі деген оймен ата-ананың осындай зұлымдық, қастандық, дұрыс емес әрекетін, қателігін мойындағысы, қабылдағысы келмейді. Бірақ белгілі бір жұмыс істегеннен кейін түсіне бастайды, қабылдай бастайды, көре бастайды. Өйткені егер сіз ата-ананың осындай әрекетін дұрыс қабылдамасаңыз, онда бір ата-ананың осындай қателігі ары қарай жалғаса береді, екіншісі өзіңіз психологиялық тұрғыдан ауру болып кетесіз. Көп ата-аналар мысалға мынандай нәрсе айтады, балам, мен сені бақтым, қақтым, оқыттым, өсірдім, аяққа тұрғыздым дейді. И как будто андай осының барлығын бір андай банковский счет сияқты чек шығарып беріп, короче, за все мои услуги сен маған осынша қарызсың, ай сайын осынша жіберіп тұру керексің, мені жылына 2-3 рет там шетелге апару керексің деген сияқты счет кәдімгідей шығарып тұрады. Енді бір жағынан ондай адамдарға ата-ана деуге де ұяласың, өйткені ата-ананың махаббаты ешқандай ответка күтпейтін мөлдір таза махаббат деп айтады. Ал шөт құрып жатқан, істеген жақсылықтарын бетке басып жатқан ата-аналардың шын мәнінде психикасында бір ауытпалық бар, олар ненормальный нәрсе. Поэтому ата-ананың сол жақтан дұрыс. Ондай ойлаға мынандай жауап беруге болады. Окей, енді ата-ана баласын өсірмегенде, қарамағанда не істейді? Және сіз мені өсірдіңіз, бақтыңыз, қақтыңыз, мен не алкаш болып жүрмін ба, ұрлықшы болып жүрмін ба, коррупционер болып жүрмін ба, сізді ұятқа қалдыратын нәрсе істеп жүрмін ба,
сізге қарсы шығып, сізді ұрып соғып, мысалы кейбір балдар бар ғой, ішіп алып әке шешесін ұратындар, сондай болып жүрмін ба? Жоқ. Сіз өзіңіздің өсірдім, қақтым, бақтым, тәрбиеледім деген еңбегіңіздің былай айтқан кезде ақысын алып отырсыз. Мен Құдайға шүкір қоғамда өз орнын тапқан әжептәуір бір азамат болдым, дұрыс орынға белгілі бір деңгейге келдім. Соның өзі ата-ананың сол еңбегінің ақысы ретінде жеткілікті, рахмет ретінде жеткілікті. Қаншама балдар бар, ата-анасының еңбегін бағаламай, оларды қарттар үйіне тастап кетіп жатыр, көшеге тастап кетіп жатыр, үйін алып қойып жатыр, пенсиясын алып қойып жатыр, ұрып соғып жатыр, ішіп келіп жатыр, жұртқа масқара болып жатыр. Бірақ сіз олардың ешқайсысын істеп жатқан жоқсыз, соның өзі жеткілікті. Және ата-ананың баланы оқып тәрбиелеп өсіруде бір жағында ол же эгоистік бір ұстаным да бар. Өйткені ата-ана болғаннан кейін ата баласы мақтанғысы келеді. Вот менің балам пәленше мектепте оқып жатыр. Вот менің балам түгенше университет бітірді. Вот менің балам грантқа түсті. Вот менің балам мына жерде жұмыс істеп жатыр деп мақтанғысы келеді. Ондай болса балаңды детдомға тастап кет, көшеге лақтырып жібер, туалетке тастап кет, одан кейін жүр. Қоғамның ішіне қалай жүресің, жұрт саған не дейді, айналаңдағы адамдар сені қаншалықты бұл әрекетің үшін сыйлайтын болады. То есть істеген нәрсесінің пайдасын және ақысын уже көріп жатыр. Оның үстіне бір счет шығару, бір ақша бөлу, бұл дұрыс нәрсе емес. Осы ата-аналардың токсичный қарым-қатынастан абайлау керек, байқау керек, дұрыстау керек. Но аят хадистерге кішкене психологиялық талдау жүргізетін болсақ, мысалға, жәннат аналардың аяқ астында дейді. Бұл деген сөз ана аяқ астында жәннат болатын дәрежеге лайық болу керек деген сөз. Ең бастысы сол. Балдарын шынайы жақсы көріп, оларға дұрыс тәрбие беріп, дұрыс бағыт-бағдар беріп, өміріне қолдау көрсету. Осындай аналардың астында жәннат болады. Әйтпесе дүниеге әр бала келген әйелдің аяқ астында жәннат бар деп айта алмаймыз. Ол аналық мақам, аналық позицияның маңыздылығын түсіндіріп жатыр, және сол позицияның маңыздылығына әрбір әйел негізі лайық болуға тырысу керек. Әйтпесе онымен манипулировать ету емес. Одан кейін не деді? Мысалы, Құранда аят бар дейді, көп маған клиенттер айтатын нәрсе. Енді Құранда айтылған ғой, ата-аналарға оф демеңдер. Оф демеңдер деген сөз, оларға грубит етпеңдер, дөрекі сөйлемеңдер, боқтамаңдар, ұрмаңдар, қол көтермеңдер. Осы. Әйтпесе өз ойыңды білдірме, өз пікіріңді айтпа, өз позицияны ұстанба емес. Одан кейін ата-аналарын ренжітпеу керек. Ата-ананы ренжітпеу керек. Бірақ егер ата-ана необоснованно ренжіп жатса, не в тему ренжіп жатса, инфантилизм кесіне ренжіп жатса, түсініксіз нәрсеге ренжіп жатса, және ренішті манипуляция үшін қолданып жатса, бұл ата-ананы ренжітпеу қатарына кірмейді. Кейбір адамдар бар, сіз қаншақта тырыссаңыздар да, тырнақ астынан кір іздейтін адамдар бар. Ешқашан оларға не өгейш, өмір ренжіп жүреді. Сол кезде ойлайсың, мына анамен біз тозақ тығып кетеміз ғой, точно деген сөз мысалы. Оф демеңдер дегенді солай түсіну керек. То есть ол сіз ренжітетін әрекет жасамаңыз, болды. Ал ол әр нәрсеге ренжиді, ренжімейді, қабылдайды, қабылдамайды, өкпелейді, жылайды, ол уже оның проблемасы, оның жауапкершілігі. Сіз өзіңіздің сөздеріңізге, әрекеттеріңізге нақты отчет бере алуыңыз керек. Мен ренжитін сенге ештеңе жоқ, мам. Мен сізге боқтаған жоқпын, дөрекі сөйлеген жоқпын. Сіздің айтқаныңызды істемеу, бұл сізді ренжіту емес. Өйткені мен ересек адаммын, өзіндік бір ойым, пікірім бар, ненің дұрыс-бұрыс екенін ажырата аламын, и қазіргі таңда сіздің мына іс-әрекетіңіздің дұрыс емес екенін көріп тұрмын, түсініп тұрмын, поэтому онымен келісе алмаймын деп нақты айту керек. Үшіншісі, әке-шешең жынды болса да байлап бақ дейді. Вот именно жынды болса да байлап бағу жауапкершілік. То есть оларды ішкізу, жегізу, тұратын жермен қамтамасыз ету, көшеге тастап кетпеу, қарттар үйіне тастап кетпеу, сол. Әйтпесе ата-анаң жынды болса да әр ойымен келіс, әр айтқанын істе, әр пікіріне иә деп тұрған жоқ қой. Айырмашылықты түсінуіміз керек. Біз детальдарды байқамаймыз да, бір қалыпты қабылдаймыз барлық нәрсені, сөйтіп өзімізді және басқаларды қиын жағдайға түсіреміз. Осы тұрғыда ата-анаға өз ойымызды, позициямызды дұрыс жеткізіп айтуымыз керек. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, ата-ана қабылдамауы мүмкін, сен кімсің, маған өмір үйретіп жатсың ба, қарсы шығып жатсың ба? Әсіресе егер үйленген болсаңыз, вообще қиын. Айтады, вот үйлендің, там қатын сөзін сөйлеп жатсың,
а вот тұрмыс құрдың, байға тидің, бізді ұмытып кеттің деген сияқты намысқа тиетін сөздер айту мүмкін. Бастапқыда қиын болады, бірақ уақыт өте келе ата-анаңыз сіздің уже ересек адам болып қалғаныңызды, өсіп қалғаныңызды түсінеді, қабылдайды. Ақыры бір күні ертелі кешпей қабылдайды. Поэтому осы переломный момент қаншалықты ерте болса, ары қарай ата-анаңызбен дұрыс қарым-қатынас құру соншалықты оңай болады. Сіз әр каникул сайын, әр отпуск сайын әке-шешеңмен қалай бармасам деп сылтау іздемейсіз. Уже ата-анаңызға барған кезде, кездескен кезде, жұмыстан үйге келген кезде емін-еркін қарым-қатынас құра аласыз. Ол жерде екіжүзділік болмайды, ол жерде умный дурочка болмайды. Әркім өзінің ойын, пікірін еркін айта алатын болады. Осы ұстанымдар мен сізге кеңес берем. Осы бағытта дұрыс жұмыс істеуді кеңес берем. Ата-анаңыздың әрекеттеріне дұрыс баға беріп, өзіңізді қиын жағдайға түсірмеңіздер. Окей? Осыған байланысты сұрақтар бар болса, карточка кейін сұрақтар бар екен. Бүгін солардан бастайық. Әсіресе кейде карточкадағы сұрақтар ұмытылып қалады. Қазір бірер оқып жауап беруге тырысам. Және басқа да сұрақтарды осы жерден қазір жауап береміз. Арай, саламатсыз ба? Қайырлы кеш. Қалайсыз? Сізбен негізі бірге бір тікелей эфир өткізу керек еді. Сіздің жақсы ой пікірлеріңіз бар. Біздің оқырмандарға өте қызық болады деп ойлаймын. Как-нибудь мен сізге жекеңізге жазайын, бір хабарласып бірге жеке эфир өткізейік бұйырса. Ата-ене токсичный болса деген сұрақ келген екен. Ата-ене токсичный болса, келінге қандай кеңес бересіз? Біріншіден, ата-енеңіздің токсичный екенін, сіздің күйеуіңіз әке-шешесінің токсичный екенін қабылдау керек, түсіну керек. Екеуіңіз бірге келісіп алсаңыз, рахмет Арай ханым. Екеуіңіз бірге келісіп алсаңыз, что қарым-қатынас токсичный екенін, оған қарсы қою, онымен жұмыс істеу оңайырақ болады. Ал егер тек қана бір тарапты ғана ата-ене токсичный, бірақ күйеуіңіз жоқ токсичный емес, ол мен әке-шешем не болса да қабылда, тыңда дейтін болса, онда өте қатты қиналасыз. Поэтому бұл мәселені ең бірінші күйеуіңізбен сөйлесіп, ақылдасып, кеңесіп, ортақ бір шешімге келіп алыңыз. Сөйтіп ата-енемен жұмыс істеңіз, өз ойыңызды, пікіріңізді ренжітпей, сыпайы түрде білдіріп айтыңыз. Окей, ары қарай сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Оқырмандардан мынандай сұрақ келген екен. Анамды жақсы көремін, бірақ оның айтқан сөздерімен мүлде келісе алмаймын. Жай ұрысып сөзге келіп қаламын. Тақырыпқа байланысты сұрақ. Ата-анамен келіспеу бұл міндетті түрде ұрысуды керек етпейді. Мен осыны сізге дұрыс жеткізгім келіп жатыр. Ата-анамен келіспеу, олармен ұрысуды керек етпейді. Сіз сыпайы түрде ойнап күліп келіспей өз білгеніңізді істей аласыз. Ата-ана сіздің басыңызға пистолет қойып, аяқ қолыңызды байлап қойып, сізді мәжбүрлі түрде ештеңе жасата алмайды. Осыны түсініңіз. Ата-ана өзінің пікірін, ойын ұстанмайды. Сіз хорошо, жақсы, может быть, көреміз. Хорошо, мен сізді тыңдадым, бірақ мен өз білгенімді істеймін, өз шешімімді қабылдаймын деп, олардың сөздерінен әсерленбеуді үйренуіңіз керек. Әйтпесе А дегенге Б деп, ұрысып, ренжісіп, қарсы шығатын болсаңыз, қарым-қатынасты құртатын болсаңыз, бұл өзіңізді психологиялық тұрғыдан қиын жағдайға түсіреді. Поэтому сізден өтініш, ата-анаңызбен ұрыспаңыздар. Ойнап күліп, хорошо, мам, мен сені түсіндім, естідім, көрдім, жақсы деңіздер да, өз білгеніңізді істей беріңіз, өз жасаңыз. Одан кейін, қызым, мен саған айттым, неге тыңдамадың дейтін болса, мам, мен сізді тыңдадым, бірақ сіздің ойыңызбен келісуге мәжбүр емеспін. Өз білгенімді істедім. Қате болса, менің қателігім, менде қателік жасау құқым бар, правам бар, бұл менің жеке өмірім. Дұрыс болса, сіздің айтқаныңызды істемегенім қайтаға жақсы болыпты, дұрыс жасадым деп ойыңызды білдіре аласыз. Обязательно ұрыс-керіске мәселені жеткізу шарт емес. Сондай токсичный эгоист енеден кету үшін күйеуіне бөлек шығуға көндіру дұрыс па? Өте күшті сұрақ. Бөлек шығу мәселесі, егер енеңіз шын мәнінде токсичный адам болатын болса, онда күйеуіңізбен бөлек шыққан дұрыс. Бөлек шығу қылмыс емес, бөлек шығу күнә емес, бөлек шығу бір психологиялық бір преступление емес. Бұны өте жақсы біліңіз және түсініңіз. Бөлек тұрып, өте жақсы қарым-қатынаста болуға болады. Бөлек тұрып, қызмет ете беруге болады. Бөлек тұрып, ата-ананың жағдайын жасауға да болады. Бұл жерде енді барлығымыз ересек адамдармыз. Сол үшін әрқайсымыз
отбасыда бірге тұрудың жауапкершілігін алу керек. Егер енеңіз мен қолымда келінім болсын, немерем болсын, бала шағам болсын десе, онда өзін тәрбиелеп өзгерту керек. Аузына әр келгенін айтуға болмайтынын түсіну керек. Қарым-қатынастан жауапкершілік алу керек. Ал жоқ, мен өзімді өзгерте алмаймын, осындай токсичный адаммын, бәрінің қанын ішем дейтін болса, онда басқаларға ренжи алмайды. Өйткені біз өмірге бір рет келеміз, және бір келген өмірімізді бақытсыз болу үшін біреуге арнап, біреуге құрта алмаймыз. Поэтому токсичный ата-ана мен ерлі-зайыптылар бірінші жұмыс істеу керек, ойымызды, пікірімізді, ұстанымызды айтып, түсіндіріп, қабылдатуға тырысу керек. Бірақ егер еш болмайтын болса, кейбір кезде бөлек шыққан дұрыс, пайдалы болады. Сол кісі үшін де пайдалы болады, енеңіз үшін де пайдалы болады, сіздің қадіріңізді білетін болады. Сіз үшін де пайдалы болады, кішкене демалып қаласыз. Даже андай бөлек шығуды, как будто бір ата-ананы сатып кеттім, тастап кеттім, лақтырып кеттім деген психологияға түседі. Бұл дұрыс емес. Сіз бөлек тұрып, күніге әке-шешеңізге барып жүріңіз, пожалуйста, проблема емес. Апта сайын қонақ шақырыңыз, қонаққа барыңыз, проблема емес. Даже керек болса, жылына 2-3 ай бөлек тұрыңыз, 8-9 ай бірге тұрыңыз. То есть кейбір кезде бір-бірімізден демалып тұру өте пайдалы. Әсіресе қазір мен байқаймын, мысалға біздің апалар, Алла разы болсын, денсаулық деген мықты, ұрып тұр. Бұрынғыдай 50-60 жасқа келіп физически жұмыс көп істегеннен ауыратын ата-ана өте аз. Бүкіл жағдай жасалған, бүкіл условиялар бар. Тікелей онда физически бір қызмет ететін адамдар да емес. Поэтому ондай жағда мен келесем, бөлек шығуға болады, еш проблема көріп тұрған жоқпын. Күйеуіңізді бұл мәселеде көндіріңіз. Окей? Ары қарай сұрақтарды қарайық. Мысалға мынандай жазған, ЗП-ның, яғни айлықтың жартысын әкеп берсем де папам недоволен. Вот папаңыз, тем более папа, мына жерге әйел кісі жазатқан сияқты, папа ер кісі ретінде қызынан айлық сұрап жатса, ақша сұрап жатса, білмеймін енді, оны әкеден вообще ұзақтау керек, блок қойып тастау керек, ондай әкемен қарым-қатынасты байқау керек. Бұл өте токсичный адам, ер кісі болып, қызынан ақша сұрау, бұл бізге артығынан психологиялық тұрда өте үлкен жүк жүктейді. Бермеңіз. Папаның тем более денсаулығы болатын болса, біз қазір ойлаймыз, мысалға, үйлендік, жұмыс істей бастадық, әке-шешеміз пенсияға шықты, біз оларды бағуымыз керек. Жоқ, әке-шешені материалды тұрғыдан сізге және басқаларға тәуелді болмас үшін әке-шеше жұмыс істеу керек. Қарт кісілер болса да, пенсияға да шықса да жұмыс істеу керек. Бұл жерде ата-ананы былай құл ретінде жұмсау мәселесі емес. Қарт кісілердің, үлкен мен сізге психолог ретінде, маман ретінде айтып жатырмын, қараңыз. Қарт кісілердің Альцгеймермен ауырмау үшін, деменция болмау үшін, мидың функциясы тоқтап қалмау үшін, ұзақ өмір сүру үшін мүмкін болғанша көп жұмыс істеу керек. Пенсияға шықтым, қартайдым, балдарым өсті, болды, мені бақсын деп үйде отырған ата-ана 100% бәріне проблема болатын ата-ана. Потому что энергия ұрып тұр, күш тасып тұр, соның бәрін дұрыс бағытқа бермегендіктен не істейді? Балдарының өміріне араласады, қыздарының өміріне араласады, әр нәрсеге өзінің ақылымен, пікірімен, ойымен токсичный атмосфераны жаяды. Бұл неге ұқсайды білесіз, бандай тұрып қалған су саси бастайды ғой, отырып қалған адам да саси бастайды. Ештеңкемен айналыспаған адам да саси бастайды. Өзінің энергиясын дұрыс жерге бағыттамаған адам да саси бастайды. Поэтому наоборот, пенсия шықты ма, ата-анаңызға қиын болмайтын, ауыр болмайтын, жүк болмайтын, мүмкін болғанша интеллектуальный бір жұмыс табыңыз. Бұл олар үшін ермек болады. Қайтаға оларға өте үлкен жақсылық жасап, пайда тигізген боласыз. Ми жұмыс істеп тұрады, функционалды жұмыс істеп тұрады, қартаймайды, ауырмайды. Ауру неден келеді? Зеріккеннен келеді, ештеңе істемегеннен келеді аурудың барлығы, психосоматика. Поэтому ата-анаңызды жұмыс істеткізіңіз. Мам, пенсияға шықтыңыз, пенсияңыз сіздікі, пожалуйста, бірақ қосымша сізге жұмыс істеу керек. Жарты күн болса да бір жерде бір вахтада отырып келсін, андай администрацияда отырып қайтсын, білмеймін, бір клубтарға қатыссын, үйірмеге қатыссын, сабақ берсін, тренингтерге қатыссын, бірақ міндетті түрде басын занимать ететін интеллектуальный жұмыспен айналысу керек. Мені бағу керексің, қарау керексің деген ойды да балаларына құймаса, балаларға еш нәрсе үшін қарыздар жасамау керек. Еш нәрсе үшін жауапты, міндетті жасамауымыз керек. Біз балдарымыздың алдында ата-ана ретінде өзіміздің міндетімізді орындап жатырмыз.
Әйтпесе оларды қарыздар қылу үшін, өзімізге байлап қою үшін, ертең оны ақысын төлету үшін жасаған жоқпыз. Егер олай жасайтын болсаңыз, қазірден бастап балаңызбен келісіп алыңыз. 6 жасар, 7 жасар балаңызбен отырып сөйлесіңіз. Қызым, мен сені бір 15-20 жылдай тағы да бағам. В среднем айына бұл осынша болады, жылына осынша болады. Сен 20 жылдан кейін сол қарызды маған қайтарып бере аласың ба деп балаңызбен қазірден сөйлесіңіз. Өте күлкілі бір жағдай, өте күлкілі бір жағдай. Масқара сұмдық қой, бала қарап тұрып, мам, не деп жатсың дейді ғой мысалға. Вот. И поэтому 15-20 жылдан кейін де осы балаға сен маған қарызсың, мен саған қарадым, мен сені бақтым, қақтым деп міндетсінбеуіміз керек. Өйткені бала бізден оны сұраған жоқ. Бала бізден оны талап еткен жоқ. Бала бағып қағудың ертең бір акация есебі болатынын білген жоқ. Білсе, мүмкін даже айтатын еді, бақпай қой деді, қарамай қой деп айтуы мүмкін еді. Және де қазіргі ата-аналар балаларға өз ойын навязывать етпесін. Өз ойын навязывать етпесін дегенді былай түсіну керек. Әрбір адам енді өзінің білгенін бөліскісі келеді, пікір айтқысы келеді, тәжірибемен бөліскісі келеді, айтқысы келеді. Бұны бір жағынан ойын навязывать ету деп қабылдауға болады. Бір жағынан просто бір адамның жеке ойы, пікірі пайдалы, қызық, жақсы болатын болса, алам, қолданам. Пайдалы болмайтын болса, қызық болмайтын болса, не актуальны болатын болса, қолданбаймын деп сіз өзіңіз фильтровать етуіңіз керек. Айтпесе, аузын жап, сөйлеме, ештеңе айтпа, пікірін навязывать етпе деп ата-анаға олай қарсы шығу да дұрыс емес. Бұл жерде мәселені ара жігін дұрыс түсінуіміз керек. Бұл да дұрыс емес. Сіз отырып, емін еркін түрде, окей, хорошо, жақсы тыңдадым. Вот именно ол навязывать ретінде қабылдамаңыз. Өзінің ойын пікірін айтып жатыр, бірақ амал ету сіздікі. Шешім қабылдау сіздікі. Сіз шешім қабылдаған кезде, әрекет еткен кезде, амал жасаған кезде, ата-анаңыздың просто ұнамаған жерін алмаңыз. Бұл сол кезде қарым-қатынасыңыз дұрыс болады. Анам үнемі ұратын, бала кезімде жаман сөздер айтатын, сосын үнемі өлемін деп бізді қорқытатын. Өкінішке орай ондай ата-аналар да бар. Балдарын ұрат, соғат, одан кейін ондай балдарда өзіне сенімсіздік пайда болады, комплекс пайда болады, белгілі бір травма пайда болады. Және одан кейін сәл бір қарсылық айтсан, сәл бір нәрсе айтсан, өз-өзімді өлтірем деп қорқытады. Мен сізге мынандай бір сыр айтайын. Өлемін деп айқайлайтын адамдар ешқашан өлмейді. По крайней мере, өз-өзін өлтірмейді, это точно. Поэтому өлем деген адам, өліммен қорқытатын, манипулировать ететін адамды өз қаруын өзіне қарсы қолдану керек. Өлесің ба? Окей, хорошо, жақсы. Значит, сен бізді жақсы көрмейсің. Значит, сен бізді ойламайсың. Значит, сен осындай эгоист адамсың. Өзінің айтқаны болмады деп өліп, бізді ренжітуге, қайғыртуға дайын екенсің деп, сол сөзді өзіне қарсы қолдану керек. Өлесің ба? Окей, значит, біз саған керек емеспіз. Өсіп қалған балдар ретінде, балдарымыз немере ретінде саған керек емес. Сен тек қана өзін ойлайтын эгоист бір адам екенсің, значит. Окей, хорошо, яғни өмір сүргің келмесе, мен саған не істей аламын? Аяқ қойын байлап қоймаймын. Бірақ мына айтқанды істемеймін. Бірақ мына айтқанды орындамаймын. То есть манипуляцияның манипуляция екенін ажырата алып, соны сіз ата-анаңызға қарсы дұрыс айтқан кезде, ата-ана, опа, так, менің манипуляциям, оказывается, не действует, жасаймайды екен, болмайды екен, тактиканы ауыстыру керек деп келу мүмкін. Немесе шынайы қарым-қатынасқа, ашық сөйлесуге сол кезде үйреніп, қайта тәрбиелену әбден мүмкін. Әйтпесе, кішкентай кезінде ұрып соғып, одан кейін өліммен қорқыту, бұл бір жағынан, білмеймін енді, бір зұлымдық, басқа түрлі нәрсе айта алмаймын. Құрметті көрермендер, құрметті оқырмандар, достар, комментарийға бір қалап жүрейік. Не деп жатсыз, қандай ойлар айтып жатсыз, қызық болсын деп. Ержан мырза, менің анам әр алып берген нәрсесін міндет қыла береді. Мені өмір бақи қарыздар қылады. Үй алғанымда 1,5 миллион қосқан, сол берген ақшасын айтып қоймайды. Үйді мен алып бердім дейді. Ондай адамдар болады өкінішке орай. Оған ата-анаңыздың айтып жатырмын ғой, сөздерінен әсерленбеуге тырысыңыз.
окей, жақсы, мам үйді алып бердің, енді қуанбайсың ба? Баланың көшеде жүрген жоқ, бомж болып жүрген жоқ, съемный квартирада тұрған жоқ. Осы алып ақша қосып, ат салысып алып берген үйіне сен ана ретінде емін еркін қонаққа келіп жатсың, немерелеріңді сүйіп жатсың, қыдырып жатсың. Бұл сен үшін де пайдалы ғой. Мысалға, ана бар ғой, ата-аналар баласын баққан үшін счет шығаратын ата-аналар, мысалға ата-анасын баққан үшін счет шығаратын балалар болса қалай болады? Идея ретінде. Мысалға мен басқа қалада тұрып жатырмын, сіз қонаққа келдіңіз, иә? Білесіз ба, гостиницада бір түн қону 15 000 теңгеден басталады. Просто проживание и завтрак 15 000 теңге. Сіз 5-6 күнге келдіңіз, күніне 3 мезгіл, 4 мезгіл тамақ жеп жатсыз, тегін үйде тұрып жатсыз. За это мен тогда сізге счет шығарып тұрайын да? 4 күннен кейін, 60 000 теңге қарызыңыз бар, пожалуйста, оплатите за проживание и питание. Питание санамаған кезде даже мысалы. То есть ата-анаға осылай бір-бірімен есептесетін болсақ, өте күлкілі жағдайға түсеміз, және осының ішіне шыға алмайтынымызды білуіміз керек, түсінуіміз керек. Ата-анамен әрдайым шынайы қарым-қатынаста, ашық қарым-қатынаста, сүйіспеншілік қарым-қатынаста, сыйластық қарым-қатынаста болудың барлығына өте пайдалы болатынын түсіндіру керек. Күле бастадыңыздар ғой. Ұмытып кетіп берем кешкі шайды. Ұмытпаңыз, Омарова 77 деген оқырманымыз напоминание қойып қойыңыз, ескертіп қойып қойыңыз, қазір уже кешкі шай бітейін деп жатыр, уақыт аз қалды. Шайыңызды ішіп отырыңыздар. Психологпен кешкі шай. Окей. Осы тақырыпқа байланысты айтқым келеді. Шум. Шум, я, мына жерде зданияда сигнализация ма, пожарный біресе ойнаған екен, қазір ана кісілер жігіттер өшіріп тастады. Шум мешает, я өшірдік, то есть, менің қолымда болмаған нәрсе. Әкем үйде анамды кішкентай кезінен ұрады. Соңғы ұрған кезде мен әкеме қол жұмсап өзін ұрдым. Енді бізді үйден қуып, мені жетесіз ол анамды сорлы әйел атап отыр. Мұндай жағдайда не істеу керек? Кетіңіз. Бұндай жағдайда бұндай адамнан кету керек. Жалғыз қалдыру керек. Үйде құрсын, өзі де құрсын. Бөлек кетіңіз. Соттасу арқылы үйді бөліп алсаңыздар да болады негізі. Бірақ бөлек шығып, жаңадан дұрыс өмір бастаған сіз үшін қайда пайдалы. Өйткені өмірдің бәрі алда, сіз жассыз, мықтысыз, күштісіз, қолыңыздан барлық нәрсе келеді. Алла тағала бұйырса, өзіңізге күшті үй салып аласыз, үй алып аласыз. Бірақ осындай тиран адаммен тұрмау керек, одан кету керек. Пока ол психологқа барып емделмегенше, түзелмегенше, бұндай адамдардан қарым-қатынасты үзу керек. Бұл тек қана биологиялық тұрғыдан әке. Қағаз жүзінде күйеу адамдар. Әйтпесе ешқандай әкелік жасап жатқан жоқ, ешқандай күйеулік бір жар ретінде өзінің міндетін орындап жатқан жоқ. Жоғарғы қарай комментарийлерді оқып жатырмын. Дыбыс кедергіп жатыр. Я, түсіндім, дыбыс кетті. Ана мен бала жақсы, проблема келінде болса не істеу керек? Бұл да жақсы сұрақ. Кім сұрап жатыр? Еркісі сұрап жатыр екен. Ондай да болуы мүмкін. Біз мына жерде ешкімді категорично залым, ешкімді категорично всегда прав деп айтқан жоқпыз. Просто бүгінгі тақырып токсичный ата-аналар болғандықтан жалпы сол туралы айтып жатырмыз. Ата келінде проблема болса, тәрбиелеу керек, сөйлесу керек, түсіндіру керек, мұның қажеттігін анықтау керек. Просто келін әлі жас болғандықтан өмірлік көз қарасын өзгерту оңай. Өзін қайта тәрбиелеу оңай, мәмілеге келу оңайырақ болады. Үлкен кісілер көбінесе қатып қалған болады да, поэтому олармен проблемаларды шешу қиын болады. Келінде проблема болса, келінмен сөйлесу керек. Проблеманың себебін анықтау керек, және үлкен кісілер ретінде әңгімелесіп мәмілеге келу керек. Проблемный келіндер де бар. Қаласаңыздар, бір эфирді соған арнасақ болады. Проблемный келіндер және оларды тәрбиелеу жолдары деп. WhatsApp'та қайын-жұрт чатында болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тұрмыстамын, но папа ағамның зарплатасы, маманың пенсиясы, келіннің ақшасын алып отырады. Ағам папаның көңілін қимайды. Жеңгем ағама да, папама да ренжиді. Мама всегда ештеңе дей алмайды. Не істеу керек? Бермеу керек. Айлықты, зарплатаны әркім өзін тапқан табысын өзі басқару керек. Тем более үйленіп жеңгеңіз бар болса, олардың бар баласы бар болса, олар уже бөлек отау. Мысалы, неге үйленген адамды отау құрды дейді.
бөлек мемлекет, бөлек ел, олардың ішкі саясаты болады, сыртқы саясаты болады, ішкі қарым-қатынастары болады, халықаралық қарым-қатынастар болады, ішкі бюджеті болады, сыртқы бюджеті болады деген сияқты ағаңыз әкеңізге бұл жағдайды дұрыс түсіндіріп, пап, мен бұдан былай ренжіме, өз бюджетімді, өз ақшамды өзім қолданамын, бізге атсалысып көмектесетін болсаң, окей, рахмет, Алла разы болсын, көмектеспейтін болсаң, тогда хотя бы не мешай деп позицияны білдіріп дұрыс айту керек. Өйткені бұл қарым-қатынаста ештеңе жақсы шықпайды. Ертең Құдай сақтасын, енді әкеңіз қайтыс болған кезде балаңыз отбасылық бюджетті қалай, ағаңыз отбасылық бюджетті қалай басқару екенін біле алмай қалады. Неге? Өйткені өмір бойы әкем басқарды, әкеме ақшаны беріп қоямын, болып жүре беремін. Қайда, қанша жұмсаймын, қалай үнемдеймін, қалай жинаймын, қалай жоспарлаймын, ешқандай ондай бір навыктар, дағдылар қалыптаспаған болады. Поэтому әкеге осы жағынан да түсіндіру керек, ертең ағаңыз бұның тек қана зиянын көреді. Мен шешемді қарап отырмын, арбада отырады, кейде аға, жеңгеме, апайыма ренжимін, неге андасында үйлеріне алып, мен демалдырмайсыңдар, кейде айтпай-ақ қояйын десем шаршап кетем, 88-де анам. Қараңыз, анаңыз, окей, неге менің анама қарамайсыңдар деп біреуді ұрсып сөгуге болмайды. Біреуге ұрсып сөгуге болмайды. Өйткені оңай болса өзің қара деу мүмкін. Қатты жаны ашып жатсаңыз, мамаңызды қасыңызға алыңыз. Мен одан да жақсы қараймын, одан да жақсы жағдай жасай аламын, одан да жақсы оған баға аламын десеңіз, онда, пожалуйста, анаңызды қасында алып, өзіңіз қараңыз. Бірақ біреуге ұрсып, балағаттап, ренжіп, көңіл бөлдірудің керегі жоқ. Әркімнің өзінің өмірі бар, өзінің ұстанымы бар, қарап-қарамауының өзінің себептері де болуы мүмкін. Сырттан айтып, әңгіме айту оңай. Егер қолыңыздан келсе, өзіңіз қараңыз. Дәл кезінде кірген екен эфирге, рахмет Ержан, сізге рахмет. Ержан красавчик, главный бухгалтер айтыпты. Рахмет. Эфирді сақтап қойыңыз, сөйтіп лентаға да салынышы, мен өзімнің сторисімде салайын, маған осындай сұрақтар қойып жатады. Жарайды, Арай ханым, бұйырса саламыз. Просто эфирді сақтап қоюға байланысты, окей, сақтап қоямыз біз оны. Молодец, Ержан, қазақтың көзін ашып жатсын. Айнұр ханым, Құралай ханымдар, әйел өзгеру керек деп медежеп. Келін ата ене сияқты ма тақырып? Жоқ, келін ата-ана емес, бала ата-ана қарым-қатынасы, токсичный ата-аналар қарым-қатынасын қозғап жатырмыз. Жоқ. Окей, төменге қарай кете берейік. Сәлеметсіз бе, оқуға барғым келеді шетелге, жасым 25-те, қыз баламын. Шетелге оқуға кетейін десем, атанам күйеуге ти деп ренжиді. Тұрмысқа шыққым келеді, жігітім жоқ, әйтеуір шыға салғым келмейді. Дұрыс, атанаңызды тыңдамаңыз. Сіздің өмірлік ұстанымдарыңыз, тұрмыс, отбасын қашан құру керек? Отбасын, бұл жерде де енді ата-ананың былай айтқан кезде ойын навязывать ету мәселесі ғой. Ата-анаға мынаны түсіндіру керек. Мам, пап, мен қаншада дедіңіз? 25-темін уже. Әжептәуір адаммын. Жоғары оқу орнын, скорее всего, бітіргенсіз, дипломым бар, білімім бар, өмірлік белгілі тәжірибем бар, ұстаным көзқарасым бар. Мен өзіме лайықты жігіт тапқан кезде үйренемін. То есть ешқашан үйлену үшін үйленуге болмайды. Сіз өзіңізге лайықты, сыпайы, керемет, жауапкершілігі бар, красавчик бір жігітті кездестіресіз. Одан кейін барып, мен осымен тұрмыс құрайын, үйленейін, отбасы болайын деп шешім қабылдайсыз. Айтпесе, так, үйленуім керек, не сезім, вот давай үйлене салайын. Не үшін? Ата-анам айтты. Ертең сол кісімен өмір сүретін ата-анаңыз емес. Ертең сол кісіден Құдай сақтасын қорлық көретін ата-анаңыз емес. Ертең сол кісімен отбасы болмай қалып, ажырасып кетіп, 3 баламен қалып қоятын ата-анаңыз емес. Поэтому осын ата-анаға түсіндіріңіз. Және енді жігіт жоқ деп сорлап отырмай, дұрыс, оқыңыз, ел қыдырыңыз, жер көріңіз, жұмыс істеңіз, карьера жасаңыз. Мүмкін сол жерде шығар сіздің нәсібіңіз, сіздің бұйрығыңыз, содан бас тартпаңыз. Кітап жазу жоспарда бар ма? Қазіргі таңда жоспарда жоқ. Нән көрсін деп айтады ғой, уже біздің менталитетке сіңіп қалған сияқты, қарау керек, бағу керек деген сөз. Ондай біздің менталитет бар, бірақ біз ол менталитеттен бас тартпаймыз.
То есть мен мынаны қате түсініп қалмаңыздар. Біз токсичный ата-ана деп жатырмыз. То есть әр ата-анадан бас тартыңдар, қарсы шығыңдар, қарамаңдар, көмектеспеңдер, жағдай жасамаңдар деп айтып жатқан жоқпыз. Қате түсінік болмасын. Тек қана өзіңіздің шамаңыз келгенше, мүмкіндігіңіз болғанша көмектесіңіз. Ары қарай қолыңыздан келмесе, сіз мынаны ұмытпаңыз. Сіз ата-анаңыздың бүкіл проблемаларын шеше алмайсыз. Сіз туысқандарыңыздың бүкіл проблемаларын шеше алмайсыз. Және әр адамның басына келген проблемалары ол сол адамның өзіндік емтиханы, өзіндік сынағы. Және сол проблемаларды өзі шешу арқылы белгілі бір психологиялық иммунитет қалыптасады, характер қалыптасады, тәжірибе жинайды, өзінің қателіктерін түсінеді, дәрежесі артады. Ал сіз оны бүкіл проблемаларыңызды араласып сіз шешуге тырысаңыз, ол адамда мінез қалыптаспайды, характер қалыптасады және өмірде піспейді. Поэтому керек деген ойдан арылуымыз опять-таки керек. Әкеммен конструктивті диалог құру мүмкін емес, оның ойынша еркектің үйде айтқаны заң, мен оған қарсы емеспін, бірақ боқтап сөйлеген кезде, анамды ұрған кезде шыдай алмай мен қол көтеріп жібердім. Қол көтермесеңіз дұрыс болар еді. Поэтому айтып жатырмын ғой, мәселені ұшықтырып осындай халге келтірмес үшін токсичный адамдардан, токсичный ата-анадан уақытында арақашықтық қоя білу керек. Дистанцияны қоя білу керек, ұстанымызды білдіру керек. Егер ол ұратын, қол көтеретін, балағаттайтын, сыйламайтын адам болатын болса, онда окей, яғни өз сарайында өзін патша бола бер, өз айтқан заң бола берсін. Өйткені бірге тұрғандықтан әркім бір-бірін сыйлау, бір-бірін ойын пікірін құрметтеуге мәжбүр және міндетті. Даже семьядағы 6 жасар баланың ойымен санасу керек. Не то, что 35 жасар баламен, 20 жасар қызымен емес, 6 жасар баланың ойымен санасу керек. Балам, тамақта не жейсің? Қандай ойыншық аласың? Мектепке барасың ба? Мына киімді киесің ба? Біз семьямызбен мынандай жерге барайын деп жатырмыз, келісесің ба? Біз мынандай жасаймыз, қалай ойлайсың деп, оның пікірін алып отыру керек. Ана жерде үлкен кісі болғандықтан дұрыс емес, токсичный ата-аналар. Әке мен ана балаға жамандық ойламайды, ата-анамызды сыйлайық, түсінуге тырысайық. Я, жамандық ойламайды, бірақ істеген істерінің жамандық екенін түсіне бермейді. Мен соны айтқым келіп жатыр. Мысалы, кішкентай бала спичкамен ойнап отырып үйді өрте жүреді. Бірақ ол үйді өртейін, бәріне зұлымдық жасайын, мал мүлікті құртайын деп жасамайды. Ол істеп жатқан әрекетінің жаман екенін, қауіпті екенін түсінбейді. Ата-аналар да белгілі уақыттан кейін бала сияқты бола бастайды ғой. Сондықтан олар да өзінің әрекеттерін жаман оймен, жаман ниетпен жасамауы мүмкін. Бірақ істеп жатқан әрекеттері зиян келтіріп жатса, оны уақытылы тоқтата алу керек. Мен өзім аудиторияма ырзамын, оқырмандарыма, сіздерге барлықтарыңызға көп рахмет, өте қуаныштымын, ризашылығымды білдіргім келеді. Комментарийлерді оқыған кезде уже менің оқырмандарым психолог, уже менің оқырмандарым эксперт, уже менің оқырмандарым керемет маман. Мен комментарийлерді оқып болам дегенше, артында сол комментарийге уже жауап беріп жатсыздар, кеңес беріп жатсыздар, бір-біріңізбен жақсы ойлармен, пікірмен бөлісіп жатсыздар. Мен өте қуаныштымын, сіздерге көп рахмет. Если не то болып жатса, өзім поправкалы беріп тұрам, а так комментарийлерді оқып, бір-бірімізбен жақсы ой пікір алмасып отырайық. Бұл да жақсы нәрсе. Көп рахмет сіздерге. Келесі тема көршілер болсыншы дейді. Өтініш, егер сондай қозғасаңыз, мен күтем, сұрақ көп. Сұрақтарыңызды сұрақтарды жазыңыз, жекеге жазыңыз. Өйткені біз темаларды, мысалға, әріптестермен, көмекшілермен қалай таңдаймыз? Ең көп қай тақырып бойынша сұрақ келетін болса, сол тақырыптарды ең бірінші қозғауға тырысамыз, жауап беруге тырысамыз. Соған байланысты тікелей эфирлер ұйымдастырамыз, YouTube-қа отдельный видеолар түсіреміз. Поэтому сіз ойларыңызды, пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жаза беріңіз. Кейбірлеріне мен оңай дәректе тікелей жауап беріп жатырмын. Кейбірлер уақыт алады, кішкене көбірек мәлімет беру керек, оны бөлек түсіріп жауап беретін боламыз. Келіннің айлығын алған дұрыс па деген, келіннің айлығын алған дұрыс емес, әйелдің айлығын алған дұрыс емес, оның тапқан табысы өзімдікі болу керек. Ал егер келін өзі анда-санда енеме, ағама, туысқандарыма, жақындарыма, күйеуіме атсалысайын, бөлісейін, көмектесейін деген ой болатын болса, пожалуйста, ол құп болады. Бірақ ай сайын карточкаңды алып кел, айлығымды беріп отыр деген дұрыс емес. Келін деп аламыз, бірақ бұл келін біреудің қызы екенін ұмытпау керек.
Оның да әке-шешесі бар, оның әке-шесінің қажеттіліктері бар, оның әке-шесі ауырады, өзінің қызы болғаннан кейін, баласы болғаннан кейін жаны ашиды, кейбір кезде бір дәрісіне бір нәрсе көмектескің келеді, бір жағдайына атсалысқың келеді. Сондай кезде ақшаның бәрін енене, қайнатана, күйеуіне беріп қойып қиналып отыр. Бұл психологиялық тұрғыдан келінге, яғни әйел кісіге үлкен бір қысым, давление деп ойлаймын. Поэтому келіннің айлығын алған дұрыс емес. Дос балам арақ ішеді, жан ұясына тыныштық бермейді, мен қалай көмектесе аламын? Сөйлесіңіз, әңгімелесіңіз, тәрбиеленіңіз. Шынайы дос болса, сізді сыйласа, құрметтесе, сөзіңізді тыңдайды. Араласыңыз, дұрыс емес екенін түсіндіріңіз. Керек болса, жақсы бір психолог маманға апарыңыз. Жақсы психолог маманға апарыңыз. Сөзі өтетін әсерлі тұлғалармен кездестіріңіз. Солардың айтқанын істеткізіңіз. Бірақ бейжай қарап тұрмаңыз. Күйеу ақша бермесе не істеу керек? Үнемі кекетіп сөйлесе не істеу керек? Күйеу ақша бермесе талап ету керек. Және ақша бермегеннің зардабын шектіру керек. Көп адамдар өзінің істеген іс-әрекетінің пайда, зиян екенін түсінермейді. Қашан соның зардабын көре бастайды, сол кезде мынаны істегенім дұрыс емес екен деп ойланады. Поэтому сіз қарым-қатынасыңызда істеген әрекеттің зардабын көрсетсеңіз, онда елеп кішкене сізді тыңдайтын болады. Мынандай сұрақ келген екен, ер адам ғана отбасын асырау керек дегенді дәстүрлі дініміз аясында түсіндіріп бере аласыз ба? Үйленер алдында болашақ жарына отбасы финансына үлес қосуын сұрау мәселесі туралы айтсаңыз. Ер адам психологиялық тұрғыдан да, діни тұрғыдан да отбасын асырауға міндетті. Табыстың негізгі табыс көзі ер кісіде болу керек. Әйелдің тапқаны әйелде болу керек. Бірақ қазір заман өзгеріп жатыр. Және кейбір әйел кісілер кейбір кезде кейбір еркектерден ақылдырақ болады, пысықтырақ болады, қолынан көп нәрсе келеді. Сондай кезде әйелден көбірек ақша табылуына кедергі болмау керек. Яғни бұл жерде рольдерді ауыстыруға болады. Бұл біздің стереотипте қалыптасқан нәрсе. Тек қана ер кісі табу керек, ер кісі бағу керек деген. Бірақ мысалы мен кейбір ер кісі танимын, енді кешіріңіз, бас тимейді, тупой, ақымақ, ми жетпейді. Бірақ Алла тағала қасына өте керемет, пысық, ақылды, білімді, көреген бір әйел берген. Енді ол жерде еркек табу керек қой деп ол әйел ота беретін болса, потенциалын ашпайтын болса, ол әйелге барқан кезде қорлық болады. Поэтому кейбір ситуацияларда әйелдің қолынан бизнес жасау, ақша табу келетін болса, сол арқылы семьяны атсалысатын болса, бұл жерде рольдерді ауыстыруға ешқандай проблема көріп тұрған жоқпын. Тек қана екі жақты келісім болу керек, екі жақты сыйластық болу керек, түсіністік болу керек. Стрессті қалай жеңсем болады? Әкемнің ішімдік ішуіне жүйкем тозып жүр. Біріншіден, әкеңіздің сондай адам екенін қабылдау керек. Және оның осындай ұстанымдарын сіз кері тәрбиелей алмайтыныңызды түсіну керек. Әкеңіздің проблемаларымен өмір сүруді қойыңыз. Оны түзетуге тырысуға қойыңыз. Сіз қызы ретінде, баласы ретінде тек қана насихат жасай аласыз, тек қана өтініш жасайсыз, тек қана айта аласыз. Ары қарай ештеңе істей алмайсыз. Ал істей алмайтын нәрселерді, қолыңыздан келмейтін нәрселерді ойлау, уайымдау бұл стресс тудырады. Стресстен құтылғыңыз келсе, әкеңіздің проблемасымен өмір сүруді қойыңыз. Сіздің өзіңіздің семьяңыз бар болса егер, бала шағаңыз бар, өміріңіз бар, карьераңыз бар, оқуыңыз бар, энергияны соған беріңіз. Сол кезде позитивті түрде заряд алғандықтан негативті нәрселердің әсерінен, стрессінен құтылған боласыз. Жақсы? Құрметті көрермендер, барлықтарыңызға көп рахмет. Осымен біздің тікелей эфиріміз өз мәресіне соңына жетіп қалды. Instagram ескерту бойынша 1 минут уақыт қалды дейді. Қолымыздан келгенше сұрақтарға жауап бердік. Қалған сұрақтарды бұйырса дайректке жазыңыз. Ертең 21:00-де тікелей эфирде кездесеміз. Сұрақтарыңызға ары қарай жауап беретін боламыз. Қандай тақырып қозғалсын десеңіз, дайректке сұрақ ретінде, тақырып ретінде жазыңыз. Ең көп жазған тақырыпты бұйырса алдағы уақыттарда талқылайтын боламыз. Аман болыңыз, ауырмаңыз, тек қана жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар.